туралы не білесіз, яғни кім қатысқанын білесіз ба? Иә, білем. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына келе жатқан 9 май жеңіс күніне шын жүректен барлық осы халқымызды құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, әр уақытта жеңістен жеңіске жете беріңіздер. Ұрпақтарыңыз өніп өсе берсін. Мынау біз соғыста менің әкем Қырқынбек деген кісі 1942 жылдан бастап сол 44 жылға дейін соғыста болған. Армияға осы Түркістан гарнизонынан кетіп, сол Украинадағы Харьков қаласына апарған. Сол жерде немістерге қарсы соғысқа қатысып, сол жерде жаңағы жараланған. Бірінші жараланған кезде мынау жамбастан мина жарылып, сол жамбастан жарақат алған. Сөйтіп жатқан кезде жаңағы өз санитарлар түсіндірген екен. Жарақатыңды мынау бинтпенен, дәкеменен орап, қандарын тоқтатып отырыңдар, әйтпесе өліп кетесіңдер деп. Сонымен жарақатын тағып сөйтіп отқан кезде тағы да мина жауып, жанындағы өзінің қатар жатқан солдаттардың бәрі шегініп кетіп қалғанда, көп адам сол жерде қырылған, соның арасында қалып кеткен. Бір уақытта екі қатардан түсіп, немістер келіп қалады. Сөйтеді де есікпен төрде жер қалған кезде, сол әкемнің тұсында қалған екі неміс тұрып қалады да, қалғаны өсіп кетеді. Сөйтіп те есікпен төрде жер тұрып тағы тура осы төстен дәлдеп атады. Бірақ сол кезде сәл қырындап жатқан екен, сол оқ төстен тайып, мына иықтың бәрі бұзып кеткен ғой. Содан жасырмын дейді, бір уақытта немістердің басы ой жақта қылдап, ары қарап атысып жатқан кезде, бір уақытта тағы да төбемізге мина жауды дейді. Сол кезде олар шегінді дейді. Сол шегінгеннен кейін бір уақытта біздің жаңағы солдаттар келіп қалды дейді, еңбектер. Сөйтсе бір татар жігіті бірге жатқан екен, неде, баракта. Сол кеп қалады дағыны, әй, басыңды көтеріп отыр, әйтпесе санитарлар сенің тоқтамай өліп дегенге жатады да кетіп қалады. Қалып кетесің, неде, дейді. Сосын енді жаңызы қолым ұстау дейді, соны шықтақтап басын көтеріп жатқан кезде, бір уақытта шанасыменен санитарлар келіп, мына жақта бір тірі адам жатыр екен дейді дағы, шанаға салып, госпитальға алып кетеді. Содан 8 ай жаттым дейді. Жаңағы екі жағынан жамбастан бір жарақат, иықтан бір жарақат алып, содан 8 ай госпитальда жатқаннан кейін жаңағы жарамсыздыққа шығарып, елге қайтаратын болады. Бұл жаңағы 44 жылдары. Содан елге қайтатын болғаннан кейін жаңағы ас ауқатымыздың барлығын жаңағы мешаққа салып, пойызға шығарып салды дейді. Таяқпен немен сүйеніп жүреміз дейді. Сосын пойызда шығарып салғаннан кейін сол өңкей жаралылардың бәрі қайтып келатырмыз дейді, жарамайтындар. Бір күндері жаңағы Челябинскіге келеді. Челябинскіге келіп, пойыз бір аптадай тоқтап қалады. Сосын жатамыз дейді. Сол бір уақытта мен осы қаланы аралап көрейінші деп, пойыздан түсіп кетіп баратқан кезде,
arkamdan birev tartat deyip, işte жаңағы сол пойыздың ішінде, вагонның ішінде bir медсестра бар еді, орыс дейді. Сол ымдап қайт деп ымдады дейді, жаңағы вагонға. Көріп жүрген да. Сосын қайттым дейді. Қайтып ішке кіргеннен кейін орысша білмеймін дейді. Содан ішке кіргесін бір орысша білетін қазақты айтты дейді, берге халық аш, қазір ас ауқатын тартып алады да сені ұрып өлтіріп кетеді. Шықпа пойызда, жата бер деп. Соны айтқан істеп жаттым дейді. Содан жол жөнекей жаңа жарылады, әр станцияға тастап кетіп баратыр, кетіп баратыр, кетіп баратыр. Ең соңында мен жаңағы біздің ауылға келдік дейді. Ауылға келгеннен кейін сол медсес жаңағы санитар қыз мені ауылға апарды дейді адреспен. Апарып, сельсоветтен қағаз алып, бір күн болып, ертеңіне қайтты дейді. Мінекей сол кездегі жаңағы жауапкершіліктің өз молдығы, әйтпесе ол жағдай болмаса, сол жолда қалып кетер ме еді, немесе жаңағы соғыста қалып кетер ме еді. Міне сөйтіп аман есен елге оралып, оған содан кейін барып біз туылған екенбіз. Мен өзім 47-ші жылы туылғанмын. Менің алдымда әпкем ол жаңағы соғысқа кетпей тұрғанда туылған 41-ші жылғы. Менен кейін де жаңағы қарындастарым, інім туылды. Міне содан Құдайға шүкір, қазір үлкен шаңырақ болып өніп өсіп жатырмыз. Еш уақытта соғыс тілемейміз халқымызға. Аман есен болу керек. Құда қаласа бейбітшілік заман болса, елімізді жаңағы кейінгі жастарымыз өсіп келе жатыр. Солар дамытып, елімізді мықты мемлекетке айналдырса, біз соған қуанамыз. Отансүйгіштікті жаңағы жастарымыз мынау спортқа үйір болып, осы жаңағы дайындықтар мықты болу керек. Әскери дайындықтар әсіресе мықты болу керек. Қазір халықаралық жағдай өте қиын. Сондықтан да білімді болу керек. Қазір жастарымыз өніп өсу керек. Сол үшін жаңағы білімді жастар шығатын болса, елімізді ары қарай өркендетуге мүмкіндік өте мол. Біздің жеріміз де кең, еліміз де мысалы пейілі кең. Мінекей, біздің барша халыққа тілейтінім әр уақытта бейбітшілік болсын, дені сау болсын, Құда қаласа. Сол бейбіт заманда өмір сүрейік. Кейінгі ұрпақтарымызда ақылды, парасатты, үлкен азамат болып өсе берсін айналайын. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Рахмет. Рахмет ата.